Бәріңе сәлем достар, сендермен Мәке ТВ арнасы. Бүгінгі видеода осы ноутбукқа обзор жасайтын боламын толыққанда. Ал бұл ноутбукқа ең бірінші обзорды описанияда сілтемеге қалдырамын. Ноутбуктың ең басты характеристикаларын экраннан көре аласыздар. Ал достар, сіздерге осы видеоға аямай лайктарыңызды басуыңызды сұраймын. Және де каналға жазылмаған болсаңыздар, подписация кнопкасын басып, каналға жазылыңыздар. Себебі бұл активностьтің бәрі маған лайк қойғандарыңыз, комментарий жазғандарыңыз, каналға жазылғандарыңыздың бәрі осы каналда жаңа видеоның көптеп шығу және контенттің одан сайын жоғарылай түсуі не мотивация мен үшін. Одан сайын жақсы қылып шығаруға тырысатын боламын. Ал ендеше кетті. Осындай ойын ноутбугын алған кезде оны ең бірінші тексерістен өтетін ол ойындарды тексеріс. Мен бүгінгі осы ноутбукта Far Cry Primal және Dota 2 және де GTA 5 ойындарында тесттарын өткіздім. Қандай FPS-та ойналады екен, ойналмайды екен, соны бәрін тексердім. Мен ойындарды компьютердің сыртынан түсірдім. Себебі компьютердің сыртынан түсірсең, телефонға ойындарда таза FPS көрінетін болады. Ал егер де ойында бөлек программа арқылы сол экранды жазатын болсаң, FPS сәл болсын төмендейді. Сондықтан мен сіздерге барынша шын FPS-ті көрсетуге тырыстым. Ал ендеше кеттік. Достар, тест Dota 2 ойынымен бастап көрсетейін дедім. Dota 2 ойында настройки графики полный, яғни ультра настройкада осындай FPS көлемінде көріп тұрсыздар. Мен қазір ойын барысын көрсететін боламын. Заместарда қандай болатынын точносын айта алмаймын. Бірақ сол бір 50 FPS-тен түспеу керек қиын жерлерде. А так былай негізі ойналысы жақсы. Вот, достар, мені көріп тұрсыздар. Примерно осындай. Примерно қиын, сложный ситуацияларда. Вот, заместе мына жерде кадр көрсеңіздер. Вот, результатты көріп тұрсыздар. Минимальный FPS 39, средний FPS 53, максимальный FPS 64. Бұл қандай настройкада болды десеңіздер, қазір көресіздер. Мана қазір настройкасын көрсем сіздерге. Видео, вот. Жаңағы настройки и качество. Вот, очень высокий, максимум, в основном осындай качествода тұр. Болды. Бұл Far Cry Primal деген ойын. Достар, көріп тұрсыздар, мына GTA 5 ойыны. Бастапқы GTA 5 басталатын кездегі миссиясы, яғни осы жерде мына осындай FPS-та ойналып жатыр. Жаңағы CPU бәрі қосылып көріп тұрсыздар, қандай градустарда болып тұрған CPU-ды да, сондықтан өздеріңізге шешім қабылдай беріңіздер. Бұл ноутбукта жақсы ойнауға болады, ешқандай қатусыз, 20 Гц-те сезінуге болады. Ол үшін барлығы осы ойындарды мен қатты ойнап білмеймін, сондықтан онша емес бір нәрсе істеп алсам, сезіндірейін. Витя полиция дейді. Достар, тағы да ұмытып кетіппін. Ең басты нәрсе бұл қандай настройкада болып жатыр. Мына настройкасын көретін болсаңыздар, графика деген жердегісі. Ой. Мысалы, мына. Очень высокий, көп жерде очень высокий и высокий деген настройкалар тұр. Бүкіл настройкалар болса. В общем, сол. Видео памяттің почти 2,5 гигабайтын алып отыр. Ол жақсы көрсеткіш.
бұл GTA 5 ойына видео памятқа қатты памятына қатты көңіл бөлмейді екен. Кейбір ойындар бар, что бүкіл 4 гигабайттың бәрін даже 8 гигабайтқа дейін алады. Сол үшін. Бенчмарктарда тесттардың көп нәтижесі негізінен Intel'дің i5 8300H және де Intel'дің i5 9300H процессорлармен сәйкес почти кейбір жерлерде ұтылады. Бұл ноутбуктағы AMD Ryzen 3550H. Себебі бұл процессордың тепловыделениесі аз және бағасы арзан. Сондықтан сол жақтарынан бұл ұтады, ал производительность жағынан, яғни мықтылық жағынан жаңағы айтып өткен процессорлардан 2-5%-ке сәл болсын қалады. Ол бірақ ойындарда қатты біліне бермейді. Ноутбуктың өзі негізі ішкі құрылысы, сборкасы жақсы жасалынған. Қолданыста уже бір айдан өтті. Ешқандай бір минустарын көрген жоқпын. Сборкасында жақсы жасалынған негізі. Мынандай экран жақсы ашылып жабылады. Мысалы, мына жерде жапқан кезде жабылады, ашқан кезде ешқандай несіз. Кейбір ноутбуктарда болады, көтеріп отырсаң, асты да көтеріліп кетеді. Онда ешқандай несіз қосылады. Ал енді осы ноутбукты игровой болғаннан кейін, ойын ноутбугі болғаннан кейін ең басты мәселелердің бірі ол ноутбуктың қызуы. Яғни процессор мен видеокарта ойындарды өзін қалай көрсетеді қызу жағынан. Бұл процессор мен видеокарта өзінің максималды қызу температурасы 80-90 градус и бүкіл шарықтық жылдамдығында істегенде бүкіл возможный. Сол кезде 80-90 градусқа дейін қызады. Сол қызған процессор мен видеокартаны салқындату үшін осы ноутбукта мына екі жерінде үлкен вентилятор бар. И мына жерде көрсеңіздер болады, екі мынандай қызыл шығатын вентилятор шығаратын тесіктер бар. Мына жерде бар, сондықтан и жерде мына жерде бар. Бұлар екі вентилятор жұмысы жақсы, себебі сен қолмен ноутбукты ойын ойнап жатқан кезде ысығанын вообще сезбейсің, өйткені бетіне қарай ешқандай ыстық корпусты ысытатын ештеңе жоқ. Только процессор мен видеокарта өзі сол жақта ысып жатады, соның вентилятор желдетіп суытуына көмектеседі. Соның арқасында клавиатура ештеңе ойын ойнап жатқанда дискомфорт сезінбейсің. Сосын бұл ноутбукта айтып өткендей, алдыңғы видеода 120 Гц экран. 120 Гц экран ол көзіңізге былай айтқанда кайф. 60 Гц-тан өткен кезде. Егер сіздің мүмкіншілігіңіз болса, 120 Гц экран алуға мен сізге кеңес беремін. Себебі көзіңізге мен айта алмаймын, көзіңіз рахаттанатын болады. Бұл ноутбукпен Assassin's Odyssey сияқты 2019-2020 жылдың мықты ойындарын ойнауға болады. Высокий настройкада, жоғарғы настройкаларында қатпай. Кейбір ойындарда ультра настройкада қойып ойнауға болады. Бұл осындай нәтиженің, осы тесттардағы нәтижесі осындай күшті ноутбукты, осындай характеристикамен мен 249 мыңға алдым, бірақ қазір Технодомда бағасы 279 мыңға көтеріліп кетіпті. Бұл ноутбук бірақ сонда да сол 279 мың осындай характеристикасы стоит деп айта аламын сіздерге. Өзім қолданыста бір ай болды уже, жақсы өзі көтереді. Негізінен ноутбук маған жақсы ұнады, сборкасы, характеристикасы өз бағасына сай. Бұл бағаға мен артық ештеңе талап ете алмаймын. Процессорын сәл күшейтсе де болады, бірақ енді талап ете алмаймын. Себебі бағасы 249 мың, бұндай характеристикаға арзан, күшті десек те болады. Және болған SSD мен оперативный память қоссаңыз, вообще шик болады. Ал достар, видео ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, комментарияға өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар, қандай видео қалайсыздар соны да жазып кетіңіздер, және де каналға тіркелмеген болсаңыздар, подписаться кнопкасын басып, лайктар тағы да басыңыздар. Сау болыңыздар.